Бизи өз жоспарын іске асыру үшін құрбысы бала туған соң сол сәтте баланы алып кетті. Ал әкесі құрбысын өлтірмек болды. Абыржып есеңгіреген жеңгесі үйге қайтып келді. Кеше болған жағдайды ойласа әлі дірілдейді. Бақытына орай құрбысы тірі қалды. Оны күзеткен жігіт аяушылық танытып құтқарып алды. Ол жігіт нағашысының зорлық-зомбылығына шыдамай, қыздың құрбысына жаны ашып сол үшін көмек берген еді. Бизи мен әкесі баланың мәселесіне байланысты жалған әңгіме ойлап тапты. Бизи үйде кенет босанып қалды деген жалған әңгіме құрастырды. Сол себепті ауруханаға бармаған, сондықтан ешқандай тіркеу жоқ. Джиханның анасы ішінде үлкен сырды сақтап айта алмай қиналды, ауырып қалды. Үй қызметшісі тез Джиханды шақырды. Джихан асығыс кетіп компьютерін сөндіруді ұмытып кетті. Ал қызметші монитордан ханчерді көріп қойып дереу Бизиге хабар берді. Бизи сол үйді тауып ханчерді қорлады. Сол кезде ханчер мұның бәрін Джихан жалға алған үй екенін білді. Ол күн сайын бейне бақылау арқылы өзін қарап отырғанын білгенде ашуға мініп екеуі қатты ұрысып қалды. Ханчер тым ашуланып талып қалды. Джихан оны дереу ауруханаға апарды. Бірақ тексеріс нәтижесі шықпай жатып ханчер ауруханадан кетіп қалды. Джихан дәрігерден ханчердің жүкті екенін естігенде қатты қуанды. Содан кейін Бизи мен баланы үйге әкелді. Бірақ анасының жүзінде күлкі болған жоқ. Бизи әр нәрседе баланы пайдаланып жігіттің анасын әдейі ашуландыратын. Джихан сол баланы өте жақсы көреді. Бала өсіп келе жатқанда әжесімен ойындар ойнағысы келеді деп, ақыры жігіттің анасы ашуға булығып есінен танып ауруханаға түсті. Дәрігер оның жағдайы өте ауыр екенін, инсульт болуы мүмкін екенін айтты. Барлығы Джиханға хабарласып жатты, бірақ ол телефон көтермеді. Себебі сол кезде ол ханчермен сөйлесіп отыр еді. Ол баланың әкесі ретінде жауапкершілік алғысы келді. Бірақ ханчер баланың әкесі Джихан емес басқа біреу деді. Джихан сенгісі келмесе де, не айтса да ханчер мойындамады. Джиханды күмәндана бастады. Ал ағасы ханчерді Джиханның компаниясында істейтінін естіген соң, оны арсыз деп ойлап үйден шығармай қойды. Ханчер іші үлкейіп бара жатқанын көріп, ағасы байқап қалмасын деп қорықты. Өйткені ол баланы тастатуға мәжбүр ететін еді. Сол үшін ханчер үйден қашып кетті. Көшеде ол бұрынғы жүргізушіні кездестірді. Бұл жігіт баяғыда сол зәулім үйде істеген әрі бұрынғы қызметшінің ұлы болатын. Ол бұрында ханчерге бірнеше рет көмектескен еді. Тіпті ханчердің балаға арналған заттар сатып жүргенін байқап жүкті екенін алғаш боп білген адам да сол болатын. Ханчердің қазір паналайтын жері жоқ екенін естіген ол ескі үйде тұра тұруды ұсынды. Ол үйге ешкім кірмейтін, сондықтан қауіпсіз еді. Ханчер алдымен күмәнданды, бірақ ағасы тауып алып баланы алдырып тастайды деп қорқып ақыры келісті. Түнде кенет ішінің қатты ауырғаннан қан кетті. Ол шам жағып дәрі іздеп жүргенде терезеден жарықты байқаған Джихан ескі үйге барып көрді. Сонда жерде ессіз жатқан ханчерді көріп, дереу көлікке салып ауруханаға жеткізді. Үйдегі адамдар да бәрін көрді. Бизи ашуға булығып ашу үстінде үстелді құлатты. Дәрігердің емінен кейін баласы аман қалды. Джихан ханчерден баланың әкесі кім екенін сұрады, бірақ ол тіс жармады. Бизи ескі үйге барып жерде қан іздерін көрді. Ханчердің ішкен дәрісінің қағазын көтеріп қараса, ол жүкті әйелге арналған дәрі екен. Джихан қарамай қалған сәтте ханчер ауруханадан шығып кетті. Кездейсоқ жүргізушіні жолықтырып екеуі бірге кетіп қалды. Оларды артынан қуып шыққан Джихан көріп, жүргізушіні ханчердің сүйіктісі деп ойлап екеуі төбелесіп қалды. Ханчер ештеңе түсіндірмеді, тек Джиханнан өміріне араласпауын өтінді. Жүргізуші ханчердің абыройын сақтау үшін онымен үйленуге шешім қабылдады. Осылайша бала да заңды болып саналатын еді. Екеуі ағасының үйіне қайтқанда арттарынан Джихан ілесіп келді. Үйге кіргенде бәрі таң қалды. Бірақ Джихан үндеместен үстелдегі сыйлықты қағып жіберіп жай отырды. Ол келген себебі бір нәрсе айту еді. Айтуынша ханчер жүргізушіні өзіне кек алу үшін пайдаланған. Ол ескі үйдегі жастықтың астынан бір сурет тапқан. Жүргізушіге: "Жастығыңның астына жиі қара, бір күні көзіңді бақырайтып алдануың мүмкін" деді де суретті жыртып ханчерге лақтырды. "Бұдан былай менің өмірімнен жоғал" деді. Соңында жүргізушіні әке болуымен құттықтады. Екі бірін-бірі пайдаланып жүрген адам қосылыпты. Жараса кеткен екен деп ашумен екеуін итеріп тастап шықты. Ағасы ханчерге сенбей оны жеңіл жүрісті деп ойлады. Енді бұл үйден кетеді. Ағасының әйелі де жердегі суретті алып, "Мына қоқысыңды өзіңмен алып кет" деді. Екеуін үйден қуып шықты. Бірақ ханчер мен жүргізуші бәрібір некелерін тіркетіп алды. Джихан болса бәрін ұмыту үшін ханчерді компанияға шақырып келісімшартқа қол қойғызбақ болды. Өйткені ол ескі үйді ханчердің атына жазып қойған еді. Келісімге қол қойса үйді бұзып, сол арқылы өткенді бір жола жоймақ болды. Бірақ ханчер қол қоюдан бас тартты. Тұратын жері болмаған соң жүргізушімен бірге сол үйге көшіп алды. Бұған ашуланған Джихан балғамен үйді қиратып тастамақ болды. Үйдегілер тіпті жүргізушінің анасы да не үшін бұлай істеп жатқанын түсінбеді. Ханчер түсіндіруге тырыспады, тек баласын аман-есен өмірге әкелуді қалады. Бірақ ең қатты күйзелген ағасының әйелі еді. Өйткені ол бұрыннан жүргізушіні жақсы көретін, ол да үйленуге уәде берген. Бірақ енді бәрі өзгерді. Жүргізуші ханчермен үйленіп кетті. Ол бөлмесіне кіріп жылап алды. Ал ханчер бұл жайды мүлде білмейтін, оның өзіне деген өшпенділігін де сезбеді. Кейін адвокат әпкесінің заттарын жинап жүріп кездейсоқ бір хат тауып алды. Келесі күні ол Джиханды, ханчерді және бүкіл отбасын жинап әпкеге қатысты маңызды хабар барын айтты. Бизи қорыққаннан не істерін білмей әкесіне бәрін мойындады. "Дәрігерді мен өлтірдім" деді. Әкесі болса бұрында кісі өлтірген, сондықтан сабырлы болды. "Егер дәлел болса баяғыда-ақ сені тұтқындап алар еді" деді. Барлығы келген соң адвокат: "Бұл хатты әпкеңіз қайтыс болардың алдында бір күн бұрын жазған. Қазір мен оны дауыстап оқимын" деді.